Ташкент вокзалында шашлик істейді, қима деген. Баламын, сонда да соны жақсы көремін. Сөйтіп пойызға отырдық екеуміз. Ал енді қима жеймін деймін ғой, жаңағы шашлик жеймін деймін. Ойбай, шашлик пойызда болмайды ғой. Білмеймін, шашлик жеймін. Еркелігім ғой енді. Содан әкем 85 деген ба пойыз бар. Осы ауылға келгенше пойыздың ресторанына котлет әперіп отырды ғой маған. Азаннан түнге дейін барамыз, шашлик жеймін, апарамыз, шашлик жеймін, апарамыз. Сөйтіп келгенбіз енді. Сол енді жаңағы айтады ғой, ана бір әкең сен мойнына салып жүріп бағады, әрбір қасық тамағыңды аузына салады, сенің әрбір сөзіңе қуанады. Кейде біз әкемнің 2 ауыз сөзін көтере алмай қалып жатады. Кейде 10 баланы әке жүк қылмайды, 10 бала әкеге жүк болмайды, бірақ бір әке 10 балаға жүк болып қалады дейді. Кейде әкенің сөзін көтере алмай қалады, балдай өскеннен достарының тілін алып кетеді. Бірақ ана жасаған қызметтердің барлығын дос қайтара алмайды. Сондықтан әкенің қадір қасиеті мәңгі есте тұру керек, мәңгі. Біз кеудемізде жанымыз барда әкені ұмытпау керек. Әкенің бар деген сөзі баланы рухтандырады. Сондықтан кейде болады, әкесі ерте қайтыс болып кеткен, ерте әкеден қалған, аварияда неше түрлі небір арыстай ағаларымыз кетіп қалды ғой. Бірақ соған үнемі айтып отыру керек. Сен баланы әкең осындай күшті азаматты, мықты сұлу жігітті, арыстандай айбатты деп туысқандары, ауылдастары, көршілері оның әкесінің суретін қойып қойып, естеліктерін көрсетіп, сен әкең бұлай машина айдайтын, сен әкең бұлай шөп оратын, сен әкең бұлай күресетін, бұлай жүзетін, бұлай төбелесетін деп болса да, ондайын айту керек. Қыры ғой ол жігіттің, баласы оған қарап өседі, өжет болады. Ол сол нәрсе, әкесі бар жалпы, әкеден туған бала деген нәрсе, ол балаға қайрат береді, күш береді, жігер береді. Ол жердің бір қуысында отырса да, әкең бар деген сөз саған тауды қопаруға себепші болады. Сондықтан әкелер аман болсын, әкелеріміз бақытты болсын, әкелеріміз аман болсын.